көтерген басыңды қалай мұның деген. Сен жыладың жігітім, көп көрдім деп өмірдің тапшылығын, қайтпады деп жұртқа еткен жақсылығым. Сен жыладың, бір қатты соққы алдым деп, бақытсыз болып қалдым деп. Жарар, өткен күн оралар ма, қарау керек бауырым саған алға. Басыңдағы бөрікті орамал ма, көтерген басыңды қалай мұның. Мұз ол беріп кеткен бе барай бұның, көтерген басыңды. Күніңді босқа өткізіп педің, тағдырың саған сырайды сарау. Өмірдің барлық сәтсіздіктерін бақытсыздық деп кім айтты саған? Кім айтты саған ақ көйлек кірлемейді деп, тұлпарды сүрінбейді деп, асауды мінілмейді деп, қара ешкім жүрген ағаш қайтадан гүлдемейді деп, кім айтты саған? Жұрттың бәрі мейірбан арайлы деп, жұрттың бәрі шындықты қалайды деп, асылды ардақтайды деп, биікті қорлатпайды деп. Қиналып бекер алыңдадың ау, ойыңды шығар өріске. Өмірде мынау жетістіктің бәрі жеңіс пе деп аяқталатын еді. Абай атамыздың жаңағыдай еңбегі мен ақылын алып шығады, екі жақтап деген сол бір қойып алып жұмыс істей береміз ғой енді. Ақыл, қайрат, жүректі бірдей